сәуір халықаралық құстар күні. Бұл күн құстар үшін өте маңызды және орны бөлек экологиялық ағарту іс-шарасы болып табылады. Екаша орта мектебінің 3-ші А сынып оқушысы Тұрмек Аяулым. Мен Сауысқанмын. Сауысқан біздің жерде мекендейді. Ол өте сақ және ақылды. Мен Сауысқанды қатты жақсы көремін. Менің есімім Қалибек Балаусан. Мен 5-ші Б сыныбында оқимын. Мен жалында Ақбас торғайымын. Мен Гималай тауларында мекендеймін. Сегодня мы отмечаем важный экологический праздник – Международный день птиц. Этот день напоминает нам о том, насколько хрупок и прекрасен мир природы, частью которого являются птицы. Птицы – это не только символ свободы и красоты, они играют огромную роль в жизни нашей планеты. Уничтожают вредителей, распространяют семена растений, поддерживают экологическое равновесие. К сожалению, сегодня многие виды птиц находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности человека. Вырубка лесов, загрязнение окружающей среды, изменение климата. Именно поэтому так важно бережно относиться к природе. Каждый из нас может внести свой вклад, развешивать скворечники, подкармливать птиц, не разрушать их гнезда и сохранять чистоту окружающей среды. Давайте помнить, заботьтесь о птицах, мы заботимся о будущем нашей планеты. И тому доказательство сегодня день, посвященный Дню птиц в Екашинской средней школе. Екаша орта мектебінің 10-ші А сынып оқушысы Төлетай Меруерт. Бүгін табиғаттың әсем әншілері, орман мен даланың ажырамас бөлігі болып табылатын құстар күні. Бұл күн 1906 жылдан 1 сәуірден бері тойланып келеді. Олардың саны азаюы табиғатымыз үшін үлкен дағдарыс. Сондықтан әрбіріміз құстарды аялап және олардың тіршілік ету ортасын сақтауға үлес қосуымыз қажет. Бағаң жер шеруі 2026